Ақын, драмашы, прозашы Ілияс Жансүгіров 1894 жылы қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданында туған. Әкесі Жансүгір ескіше хат таныған, әңгіме шежірелерді жақсы білетін домбырашы ұста адам болған. Анасынан жастай жетім қалған Ілиясты еркелетіп, жақсы үлгіде тәрбиелеп өсіреді. Ол алғашында әкесінен хат таниды, сонан соң ауыл молдасынан білім алып, медресе үлгісіндегі мектепте оқиды. Ілияс 1920 жылы Алматыға келіп, 3 айлық мұғалімдер курсын бітіреді. Артынан Ташкенттегі Қазақ ағарту институтының жанындағы қысқа мерзімді курста 5-6 ай оқып, денсаулығының нашарлауына байланысты ауылына қайтады. Біраз жылдар ел ішіндегі рухани мұраларды жинауға араласып, кейін солардың негізінде Сүйінбай, Албан Асан сияқты халық ақындарының жеке жинақтарын, халық әдебиеті үлгілерінен өтірік атты кітапты жарыққа шығарады. 1928 жылы Сағанақ атты тұңғыш кітабы басылып шықты. 1934-1935 жылдарда Қазақстан көркем әдебиет баспасында поэзия бөлімін басқарады. 1927-1937 жылдар арасында поэзия, проза, драматургия, сын, аударма салаларында 20-дан астам кітап шығарып, артына аса бай әдеби мұра қалдырды. Оның лирикалық шығармалары Дала, Күй, Күйші, Құлагер поэмалары, Жолдастар романы, Кек, Турксип, Исатай Махамбет пьесалары қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған құнды туындылар. Жазушының Максим Горкиймен шығармашылық байланысы, Сәкен Сейфуллинмен, Бейімбет Майлинмен, Мұхтар Әуезовпен достығы оның қаламгерлік жолында терең із қалдырған. Қазақ кеңес әдебиетінің негізін салушы, аса көрнекті ақын Ілияс Жансүгіров жалған айыптау мен репрессияға ұшырап 1938 жылы қайтыс болды.